Мен бүгін что-то қатты сөйлеп кеттім ау деймін. Тез сөйлеп кеттім ау деймін да. Потому что постоянно менің эфирлерім андай да созылып кетеді да. Сондықтан тез сөйлеуге тырыстым. Сөзіме түсіне алдыңыздар ма? Тез көп информация беруге тырыстым мен сіздер үшін. Қосылып алыңыздар, күтейін. Ұнап жатыр ма? Эфир сақталмайды, оқырмандар. Дым сақталмайды, ренжімеңіздер. Эфир сақталмайды. Так, күтейік шамалы. 5 минутта күтейін. Шырын ханым, мен алдында қатыса алмадым курсыңызға. Мамама байланысты қайттан болама қатысуға дейді. Я 14-ті басалайын деп жатыр. Бұйырса курсымыз 14-ті басалады. Нақты түсінікті айтып жатырсыз. Барлығы түсінікті. Маған афиша таңдап бересіз бе дейді. Я, ниша таңдап. Афиша емес. Ниша. Шырын ханым, мен әлі кооперативті қолға алмай жүрмін дейді. Былай ғой, Ақмаржан ханым, қолға алмай жүрмін, білмей жүрмін, үйтіп жүрмін, бүйтіп жүрмін деген заттарды миларыңыздан алып тастаңыздар. Прям мидан алып тастау керек. Мен сияқты 5 миллион тапқыларыңыз келе ма? Прям сіздерге ақша мотивация болу керек қой, түсініп отырсыздар ма? Ақша мотивация болу керек, болды. Ақша табам, менің жүрген жерім ақша, мен сөйлеген жерім ақша, бәрін. Ойымда көптеген идеяларым бар, соны инстаға қалай шығарсам болады деп ізденісім алдымнан шықты дейді. Керемет. Сұлусыз, көзіңіз әдемі екен. Рахмет көп. Естіліп жатыр ғой да, қатып жатырған жоқ қой да. Екінші эфир. Мынау екінші эфир, иә. Енді қазір сіздерге тағы да керемет жаңалық айтпақшымын. Енді сыйлықтар таратасыз. Алдарыңыздан сыйлықтар жауатын уақыт болады. Жалқаулықты жою туралы айтыңызшы дейді. Құрақ көрпе Қызылорда. Скоро менде негізі бір адамда еще психологияда мықты меңгерген адаммын. Бұйырса алдағы уақытта жалқаулықты жеңу туралы, мотивацияны қайдан алу керек туралы тағы да тікелей эфирлерім болады. Ол туралы да менің тікелей эфирлерім болады. Сондықтан постоянно уведомление қойып қойыңыздар. Тікелей эфирлер жүргізіп отырамын. Неше түрлі тақырыпта тікелей эфирлер жүргізіп отырамын. Мысалы, бізде кешеде эфир болды. Интернет дұрыс жасамай, бірінші эфирді дұрыс көре алмадым. Жалпы не жайлы болды дейді. Жақсы, бірінші эфирді көре алмай қалған оқырмандарға мен онда осы инстаграмға сақтап қоям. Көріп алыңыздар. Бүгін 24 сағат сақталынады бірінші эфир. Бірінші эфирді сақтаймын, екінші эфирді онда сақтамаймын. Солай келісе салайық. Бірінші эфирді сіздер үшін сақтаймын онда. Мен тауар сатқым келеді деп қатып жатыр. Гүлнұр ханым, сізде қатып жатса, онда басқа жерге барып қарап алыңыз. Все, болды, кеттік, уақытты құртпаймыз. Мен андай күтіп отырғанды онша ұнатпаймын. Мана негізі бұдан да көп адамдар отыр еді, кіріп алар өздері. Енді кеттік. Енді сіздердің ойларыңызда, мен сіздердің ойларыңызды біліп отырмын. Енді жаңа бірінші эфирде менде тек қана пайдалы ақпараттар берілді. Енді жалпы сатылымды қалай жасау керек? Қазір мен сіздерге өзімнің курсым туралы айтамын енді. Уже өздеріңіз ойлап отыруларыңыз мүмкін. Бұл кісімен қалай жұмыс жасауға болады? Бұл кісі жалпы немен айналысып жүр екен? Бұл кісіде қандай курстар бар деп. Тағы да танымай жатырған оқырмандар болса, мен тағы да таныстырып өтейін. Менің есімім Шырын Мәлікқызы. Осы 3 жыл болды. Осы жаңағы Инстаграм әлеміне келгеніме,
осы инстаграмды меңгергеніме, инстаграмда табыс тауып жүргеніме 3 жыл уақыт болған екен. Енді қазір мен сіздерге курсымды просто өзім не өткізем, жалпы не үйретем, сол туралы айтқым келіп отыр. Сатайын деп отырған жоқ. Просто тупо не үйретем, соны айтқым келіп отыр. Таныстырайын, мынау менің сайтым. Жалпы бұл кісі айына 5 миллионнан аса табыс тауып отыр. Бұл немен айналысады деп арамызда отырған оқырмандар болуы мүмкін. Мен осы инстаграмды, бизнесті, менің жалпы қазір айта кетейінші. Қараңыздар, менің курсым кімдерге арналған, сол туралы айта кетейін. Курс кімдерге арналған? Инстаграм мен миллион деген курсым бар. Жалпы мені кімдер оқу керек, соларды айтайын. Сетевиктер оқу керек. Сетевиктер. Яғни сетевой бизнесте жүрмейтін бизнес болмай, жүргізе алмайтын адам болады. Мысалы, сіз сетевой компаниядасыз ба? Сетевой компанияда дұрыс күштілеп тұрып жүргізуге болады да. Мысалы, мен инстаграм мен миллион деген курсым бар, как раз соның барлығын үйретеді. Одан кейін бар, курсыма кімдерді қабылдаймын? Жеке бизнесмендерді қабылдаймын. Мейлі сіз шаш қиясыз, мейлі сіз сауда-саттықпен айналысасыз, мейлі сізде салон красоты бар, мейлі сізде ресторан бар, мейлі сізде мебельный магазин бар. Яғни қалаған жеке бизнесіңіз болса, оның барлығын біз инстаграм арқылы дамыту керекпіз. Инстаграмда жаңа бүкіл фото-видео обработканы, таргетингті, сатылым жасауды, парақшаны жан-жақты дамытуды, бүкіл әлемге өзіңіздің бүкіл жаңа тауарыңызды көрсетуді, соның барлығын үйренуіміз керек қой. Көрдіңіздер ме? Жеке бизнесмендер қатысу керек. Одан кейін бар SMM маманы, яғни SMM мамандары, точнее, SMM мамандығын кім меңгергісі келеді, кім SMM маманымен жұмыс жасағысы келеді, кім мен сияқты курс өткізгісі келеді, кім басқа адамдардың парақшасын жүргізіп бергісі келеді, кім осы мамандықты просто тупо бастап көргісі келеді, сондай желаниясы бар, сондай арманы бар адамдарды қабылдап үйретемін. Одан кейін бар жеке тұлғалар. Сіз финансистсіз, бухгалтерсіз, мұғалімсіз, дәрігерсіз. Сізге де инстаграм керек қой? Сізде де сұрайды ғой. Мысалы, сіз өзіңіздің жеке брендіңізді қалыптастыру керексіз ғой. Мысалы, алдында менің жолдасым ауырып қалды, жүрегі ауырып қалды. Сонда біз инстаграмнан іздеп едік қой, кардиолог деп. Инстаграмда бір Ақтөбенің дұрыс инстаграм жүргізіп отырған кардиологын таба алмадық. Сенесіз ба? Сонда айтам да, адам деген шамалы бір жан-жағына қарап, заманның ағымымен жүру керек қой деп мысалға ретінде. Қазір нормальный мұғалімдер көп, инстаграмына ешқандай да бір мән бермейді. Тамадасыз ба? Кім жеке тұлғалардың барлығына SMM курсты оқу керек? Түсініп отырсыз ғой да? Одан кейін бар блогерлер. Мысалы, блогерлікті бастағысы келетіндер, үйде декреттегі отырған, дәм болсын біреудің парақшасын қарап отырған ханымдар, барлықтарыңыз келіп курсты оқу керексіздер. Неге? Өйткені табыс тапқан, мүмкін сіз кейін табыс тауып кететін шығарсыз. Яғни өзіңіздің жеке дара жолыңызды қалыптастыру керексіз ғой. Мана блогерлерді көрдіңіздер да, миллиардтап тауып отыр. Миллиардтап тауып отыр. Сіздің қай жеріңіз кем? Олар да сіз сияқты тупы бастады оның барлығын. Ойлайсыз ба, аспаннан салбырап түсті деп? Жоқ. Аспаннан салбырап түскен жоқ. Барлығында қарапайым адамдар. Одан кейін бар ақша тапқысы келетіндер. Яғни бізде SMM курста барлық ақша тапқысы келетін оқырмандарға мен жаңағыдай варианттарын берем. Фрилансерлықты үйретем. Жаңағыдай бір топ папка берем, мүмкін соны сатып таппай табыс табуына болады. Мүмкін сауда, яғни оптовиктердің барлығын берем. Сол оптовиктерден тауар алып, осы инстаграмды меңгеріп алады, менен инстаграм арқылы саудамен де айналысуға болады. Бүкіл вариантын берем еді. Идея, бірге ниша таңдасамыз, бірге жұмыс жасаймыз. Оның барлығы ерунда дүниелер. Енді қараңыздар, иә? Осылардың барлығы, мысалы, сетевиктер, жеке бизнесмендер, SMM мамандары, жеке тұлғалар, блогерлер, ақша тапқысы келетіндердің барлығы менің курсыма қатыса алады. Дальше кеттік. Мінеке, қараңыздар. Енді, жалпы, неге сізден оқуымыз керек деп ойланып отырғандарыңыз болуы мүмкін. Неге біздің орталықты таңдау керексіз? Өйткені менде уже 3 жылдан аса тәжірибем бар. Қазір парақшамда 50 мыңнан астам оқырманым бар.
әр оқырманға жеке көңіл бөлем, яғни сізді бастан аяқ оқытып, әр тапсырманы тексеріп, бизнесіңізді бірге талдап, сізге жеке өзім кеңес беріп жол көрсетем. Сабақты бастан аяқ өзім өткізем, өзім бүкіл сұрақтарға жауап берем, тапсырманы да берем, қадағалайым деген сияқты. Және үздіксіз даму. Өзім жалпы білімнен ақша аямайтын адаммын. Мысалы, табыстың 20%-ын білімге салып отырам. Қойт қандай білім, қойт ол қазақстандық болсын, қойт ол шетелдік болсын, барлығынан бизнес бастау керек па, шомбай керек па, шомбай онлайн университеттің уже неше курсын алып тастадым, бүкіл курсын алып тастадым. Сыйлықтар. Менде әр оқырманымды ынталандыру мақсатында үнемі сыйлықтар жасап отырам. Каждый тапсырманы орындаған сайын. Және ешкімде жоқ методика. Бұны енді мен өзім психологияны да меңгергеннен кейін, SMM саласында меңгергеннен кейін, мен оқырмандардың уже психологиясын білем ғой. Сонда психологиясына қарай мен действия жасаймын. Түсіндіңіздер ғой да? Енді бұл кісі нақты не үйретеді деп отыруыңыз мүмкін. Менде мінекей осындай хит болған Инстаграммен миллион деген курс бар. Өз бизнесіңізді Инстаграмда тез дамыту жолын үйренесіз, бұған қатыссаңыз. Инстаграмда өз парақшаңызда бренд қыласыз, кәдімгідей бренд қыласыз. Барлығын автоматтандырып, уақытыңызды үнемді пайдалануды үйренесіз. Яғни Telegram, Instagram, WhatsApp, сайт, YouTube осы желілердің барлығын автоматтандырып, сақадай сай қылып, дайындап, клиенттің барлық талаптарына сайма-сай жұмыс жасап, өзіңіздің профессионалдығыңызды көрсетіп, конкуренттеріңізді басып озып, рынокта өз орныңызды қалыптастыратын боласыз. Бұны мен үйретем сіздерге. Ал енді сұрақ болуы мүмкін сізде: курс неше сабақтан тұрады, программасы қандай деген. 6 сабақтан тұрады. Яғни бірінші сабақта мына қысқаша айтып кетейін, мынаның бәрі бар. Енді Инстаграмнан бәрін айтып отыру үшін уақытым жоқ, оны айтып отыру керек мынаның барлығын. Яғни Инстаграмда барлық тетікшелермен танысасыз, бизнес парақшаға ауысасыз, юзернейм, веб-сайт, нейм, био барлығын толтырасыз, вечен сторисі жақсылап сәндейтін боласыз, актуальныйды өз пайдаңызға жаратуды үйренесіз, яғни сторис, прямой эфир, IGTV-дің мүмкіншіліктері, қалай маскаларды пайдалану керек, стористің пайдасы неде, ерекшелерімен, ережелерімен барлығын танысасыз бірінші сабақта. Оның барлығы бірге жасаймыз еще. Екінші сабақта бүкіл қысқаша айта кетейін, екінші сабақта яғни копирайтингті, контентті үйренесіз, текстті көзге көрнекті етіп. Өзіңді көрсетейінші. Екінші сабақта уже көптеген дүниелерді, яғни контент түрлері, копирайтинг, текст жазу, сатылма келетін текст жазу, офер жазу, кәдімгі текстті хэштегтің маңыздылығы неде, текстті қалай әрлеу керек, қалай сәндеу керек деген сияқты соның барлығы бізде екінші сабаққа кіреді. Үшінші сабақта қысқаша айтайын, бүкіл картина жасаудың барлық қыр-сыры кіреді. Фото, ракурстар, мысалы біреулер ойлайды, былай түскен тек осы жарты планмен түсе беруге болады деп. Жоқ, фотоның өзінің ракурстары бар, бір-бірімен үйлесімді қылу, селфи түсудің маңыздылықтары, фотосессия жасау, ол фотосессия міндетті түрде немен фотоаппаратпен жасау емес, оған әдемі жаңағыдай фильтр, фотошоп жасау, бетті тазарту, әдемі ету, кірпік жабыстырып алу. Менің әр суретімді қарасаңыздар өте әдемі, әрленген, фильтрленген, қарап отырсаңыздар. Соның барлығы фотошоп, соның барлығын әдемдеп, әрлеп, фильтрін келтіріп солай жасаймыз, оның барлығын сіздерге үйретемін. Яғни үшінші сабақта толықтай картина жасаудың барлық қыр-сыры кіреді. Оны мына жерде қарап отырсаңыздар, нелері, тәсілдері көп қой. Енді ол үшінші сабақта мінекей мынаның барлығы кіреді. Мінекей қараңыздар, неше раздел бар мына жерде, көріп отырсыздар ма? Неше раздел бар. Төртінші сабақта қысқаша айтсам, бүкіл видео жасаудың бүкіл қыр-сыры кіреді. Бүкіл видео жасаудан мастер атанасыз. Мінекей қараңыздар. Міне өлі фотоны тірі фотоға айналдыру, монтаждау, анимациялық видеолар, сториске арналған видеолар, яғни ой кете береді. Бесінші сабақта уже парақшаны жан-жақты дамыту, сатылымға дайындайсыздар. Ал алтыншы сабақта уже WhatsApp, бесінші сабақта еще, кстати, көптеген дүниелер кіреді, Telegram және оның маңыздылығы, WhatsApp, Telegramның боттары, таргетинг жасау, парақшаны дамытудың ең үздік 6 техникасы, оқырман санын 0-ден қалай 10 мыңға дейін көтеруге болады, парақшаның охватын қалай көтеру керек, парақшаның лимиттері, ережелері, бұғаттан сақтану деген сияқты осыларды үйренеміз.
6 сабақта уже WhatsApp мессенджерін профессионалдық тұрғыда дамыту, WhatsApp-тың бүкіл мүмкіндіктері, автоворонка, бүкіл таргетинг, осының барлығын үйренесіз. Көріп отырсыздар ғой да? Яғни бұл менің курсым. Осы курсты оқып, мана көптеген оқырмандар өздерінің бизнестерін дамытып жатты. Көрдіңіздер да? Осы курста енді мен жаңа айттым, бүкіл құпияны ашып берем деп, Осы 3 жыл бұрын мен ешқандай да, қалай айтсам болады, арман мақсатым жоқ, алға қарай талпынысым жоқ, қарапайым, біреудің өміріне қызығып, не болса да бір ақша тапқым келеді, жолдасымның ақшасына қарап қалғым келмейді, бір сондай ханым болдым. Мысалға, керемет қымбат сағаттарға, керемет көйлектерге, керемет дүниелерге қызығатын, әдемі сотовый телефонға, мана мен сіздерге көрсеттім, например, жаңа суреттерімді көрсеттім, ешқандай бір, қалай айтсам болады, бір дұрыс сотовый телефонымда болмапты ғой, мысалға ретінде қараңыздар. Бұлдырлап отырған сурет, осы сотовый телефонға да мәз болып жүрдім. Қалай солай киініп алғанмын деген сияқты, осы осығанда мәз болып жүрдім, например. Сонда айтайын дегенім, сосын қалай бастап кеттім осы курста. Бірінші мен Unity деген компания болды. Сол Unity деген компанияға кірдім. Ол Unity деген компанияда өздеріңіз білесіздер, 350 мың теңге вход. 150 мың теңге өзімде болды. Қалған 200 мың теңгесін алдымда кредит алдым да, соған кіріп кеттім. Оны 1 жылға кредит алдым, айына 20 мың теңге төлеу керек болды. Айына 20 мың теңге. Өзіңіз ойлап қараңызшы, декретте отырған адам еще айына 20 мың теңге төлеу. Ол Unity компаниясында бізге айтты, сіздер миллионер боласыздар, өте керемет жұмыс жасайсыздар, анау-мынау деп, алтта оны жауап тастап, 1 жыл бойына біз күттік. Содан не керек? Әйтеуір, мен кірдім, мен кіргеннен кейін жабылып қалды. Хорошо, что менің артымнан адамдар кірген жоқ. Сөйттім дегені, енді айына 20 мың теңге табыс табу керек қой. Содан осындай жаңа SMM мамандарына қызығатын болдым, сөйтіп блогерлердің, нелердің парақшаларын қарайтын болдым, үнемі қызығатын болдым. Bir күні бір жаңа қазіргі жаңа менторым, менің атын айтпай ақ қояйын, Россияда, Москвада тұрады. Сол кісі SMM курстар өткізеді. Бірақ ол кісінің курстар 100 мыңдап, 200 мыңдап тұратын болды. Сосын сол 100 мың теңгенің курсын 20 мың теңге акция жасап жатты. Осыдан 3 жыл бұрын 20 мың теңге акция жасап жатты. Ол кезде менің өзімнің қалтамда ақшам болған жоқ. Датау курс оқитын. Сосын алдымда мен мамамнан сұрап алдым өзімнің. Айттым, мен осы курс өткізгім келеді. Мен осы курстың арқасында білім алып, өзім ақша жасағым келеді деп. Содан мен қатыстым ол курсқа. Басында кәдімгі бірінші сабағында меңгере алмадым. Қиын болды өте. Сосын сұрадым мен, ақшамды қайтарып бересіз бе, мен курсты оқымаймын деп, артқа қарай кәдімгі қорқып, артқа қарай шегіндім да уже. Менің қолымнан келмейді, бұл менікі емес, мен оқи алмаймын, маған ақшамды қайтарып беріңізші дедім. Қатысып алдым, 20 мың теңге төлеп қойдым. Содан кейін барып, уже бірінші сабақты бергеннен барып, уже қорқып қалдым. Бұл менің қолымнан келмейді, мен үйрене алмаймын бұны, мен орысша түсінбеймін, тем более деп ше. Содан ақшаны қайтармаймыз деді. Ақшаны қайтармаймыз дегенде көктер болды мені, тем более басқа адамнан алғаннан кейін, мамаңнан алғаннан кейін қайтару керексің ғой. Жүрегім алай-дүлей. Содан оларды тапсырма жасамасаң чаттан шығарып тастаймыз деді. Кім тапсырма жасамайды, чаттан шығарып тастайды деді. Бізде қазақтар все равно жалқаулық деген, артқа кер тартпалық, өзіңе деген сенімсіздік бар. Өзімде де болды ондай, одан өттім мен просто. Сондықтан вообще негізі ондай ханымдар арамызда болуы мүмкін. Болсаңыздар, лайк басып қойыңыздар. Бұл менікі емес деген сияқты. Бүйтіп жабынып отыра бергенді жақсы көреміз біздер. Ешкім бізді итермесе, ешкімге біз тиіспейік, маған ешкім тиіспес, мен ешкімге тиіспейін деген сияқты отыра бергенді жақсы көреміз. Содан не керек? Жаңағыдай чаттан шығарып тастаймыз деді. Енді түнімен оқыдым, там дәптермен қағазға алам да жазам жағынан, түсінбеймін өзім, жазам, сосын жазғаннан кейін барып оны оқып, өзіме өзім түсіндіріп, мен деген 10 күнде мынандай мастер болып шықтым. Сосын алдымда білімнің барлығын алып алдым. Басында бірінші сабақта мен қиын деп ойладым да, өзіме қиын деп ойлағам, оказывается ол оңай екен ғой. Сөйтіп мен бірінші сабақты меңгергеннен уже екінші сабақта, үшінші сабақта, бесінші сабақта, алтыншы сабақта, жетінші сабақта уже оңай болып кетті. Содан мен осылай алдында курсты оқып алғаннан кейін барып, мен бірінші осы парақшаларға жаздым.
саудамен айналысатын ресторан бар парақшалар жаздым, айттым оларға, пожалуйста, сіздің неңізді парақшаңызды бір аптаға тегін жүргізіп берейінші, мен өте жақсы білімім бар деп, бір аптаға тегін жүргізіп бердім. Одан кейін барып уже сата бастадым. Айына 35 мың теңгеден жүргізіп бастадым парақшаны. Сөйтіп мен 3 парақша жүргізіп, уже айына 100 мың теңге табыс таптым, оқырмандар. Осылай менің алғашқы табысым басталды. Кәдімгідей ол кездегі енді курсты оқыған кезінде жылағым келеді кәдімгідей. Өйткені мықты қиын болды, орысшаны білмеймін. Қазақ аудиториясына мысалы ол кезде университет Шонбай онлайн университеттерінде оқу 150 мың теңге, бизнес бастауды 75 мың теңге ма, сондай қымбат болды. Оны менің қалтамды көтерген жоқ. Ол кезде тек қана сол кісілер болды да, сосын барып Россиядан оқуға тура келді. Сөйтіп оқып, өзімнің осылай курсымды бастап, қазір сондай керемет жетістікке жеттім. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Қазір мен тағы да ашайын. Қазір енді қанша дегенмен уже баратын жеріме барам, киінетін затымды киінем, неше түрлі алтындарды тағам. Енді скоро уже шетелге шығам. Өзімнің командам бар. Мысалы, уже мынандай фотоаппаратым да бар. Енді қалған затымды алдым да осы курстың арқасында. Бұл менің қолымнан келді ма? Ол сіздің де қолыңыздан келеді. Көріп тұрсыз ба? Яғни бұл Инстаграмдағы өмір, ол бір жағынан өзіңе инвестиция саласын, біліміңе инвестиция салу арқылы өзіңе табыс табу. Түсініп отырсыздар ғой да? Бұл яғни барлықтарыңыздың да қолдарыңыздан келеді. Қазір өшіріп тастайын. Қазір ойланып отырған боларсыздар, комментарий чуть-чуть ашық қояйын. Пайдалы ақпараттарым пайдалы бола алды ма? Қалай, не істеп жатырсыздар? Так, енді қараңыздар, менің курсымның жақсы, барлықтарыңызға ұнап отыр екен, уақыт аз қалған екен. Менің жаңа мен сіздерге өзімнің курсым туралы айта кеттім. Осы курсымда айттым, я. Енді бұл менің курсымның миссиясы ол табыс табу емес. Ешқандай да табыс табу емес. Бұрынғы мен шырын сияқты оқырмандар өте көп та. Өзіне сенімсіз, қалай бизнес бастауға болады, бизнесі бар болса соны қалай дамытсам болады. Мына әлем миллион деп жатыр. Инстаграмда миллион табу, оны қалай табады? Не, Инстаграм ақша бере ма деп жүрген оқырмандардың көзін ашу. Шын айтайыншы, менің миссиям табыс табу емес. Табыс табу болса, мен сықайтып тұрып бағаны деген қымбаттатып қояр едім. Менің миссиям табыс табу емес, менің миссиям бұрынғы мен сияқты оқырмандарға көмектесу. Көздерін ашып, Инстаграмның кілтін ұстатып, бір табыс табуына бір қандай да бір түрткі болу да. Табыс табуына бір түрткі болайыншы. Әйтеуір менен оқыған оқырмандар мені ұмытпайды всегда. Сыйлықтар жіберіп тұрады, гүлдер жіберіп тұрады, тәттілер жіберіп тұрады, торттар жіберіп тұрады, мысалға ретінде. Мен оған ризамын. Мысалы, қазір сізде ойлап отыруыңыз мүмкін да, мысалға, қалай айтсам болады, менің ол қолымнан келмейді, мен оны жасай алмаймын, барлығының жолы болғыш деп. Жоқ, барлығының жолы болғыш емес, оның барлығы еңбекпен келеді, біліммен келеді. Инстаграмның кәдімгі осы қазір енді тек бір дүние ғой, Инстаграм. Осы Инстаграмды, Телеграмды, Ватсапты соны меңгеріп алсаңыз, бұл сіздің де қолыңыздан келеді. Менің сіздерден ешқандай артықшылығым жоқ. Сіздерден артықшылығым, сізден бұрын оқып кеттім. Сізден бұрын бұл методиканы қолдандым. Сізден қарағанда білімім жоғары. Яғни білімім жоғары дегенде, білім ізденімпазбын, білім берем. Ал енді менің курсымнан бәсекелестерден менің артықшылығым неде? Менің бәсекелестерден артықшылығым тек бір нәрседе. Менің миссиям табыс табу емес, менің миссиям үйрету болғандықтан, мен кәдімгідей сабағымда Телеграмда 2 ай сақталып қалады. 2 ай бойына оқырмандар таңертеңнен кешке дейін оқи алады. Және WhatsAppта 2 топ ашылады, сұрақ жауап чаты және тапсырма чаты. Тапсырма беремін, сол білімді берем, тапсырма берем, сол тапсырманы орындау арқылы оқырмандарым менің кәдімгідей өздерінің қолдарынан не келетін, өздері кәдімгі қалай айтсам болады,
өздеріне өздері риза болып жатады ғой. Мына менің қолымнан келіп жатыр, мен бұны жасай алады екенмін ғой деп үйреніп жатады. Бүкіл сұрақтарына жауап ала алады, кәдімгі чат ашылады. Бір-бірлерінің көздерімен результатты көріп жатасыздар. Барлықтары нөлмен келеді, нөл біліммен келеді, бұлай білім алып шығады ғой. До того бір эксперт болып кетеді. Енді осы курстың арқасында осындай мен нәтижеге жеттім. Бұл сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Енді мен сіздерге курсым туралы қазір менің курсыма қатысқан оқырмандардың отзывтарын көрсетіп жіберейін. Мана мен сіздерге көп нелерді көрсеттім, мысалға міне. Мына жерде бәрі жазып жатыр да, рахмет. Кәдімгі жетістікке жеттім. Енді тез-тез көрсен, уақыт аз өткені. Мынаның барлығы отзывтар. Отзывтар енді өте көп бізде. Бұлардың барлығының қолынан келді бұл іс. Енді бұл шексіз оқырмандар, өте шексіз кете береді. Бұндай отзывтар енді қазіргі таңда мен 10 мыңнан аса оқырманға білім бердім. Оның қазір енді 10 мыңнан аса оқырманға білім берсем, оның где-то 3 мың адамы нақты кәсіптерін дамытып, нақты кәдімгідей результат шығарып, қазір миллиондап табыс тауып жатыр деп айтсам да, ол кем емес. Кәдімгідей мықтап осы қарапайым курстың арқасында табыс тауып жатыр. Енді сіздерде сұрақ туындап жатырған болар. Бұл курс қанша теңге тұрады? Қанша теңге тұрады деген ой болып жатыр сіздерде. Қазір мен сіздерге айтамын. Курс қанша теңге тұрады? Курс міне қанша теңгенің білімі бұл. Енді бұл білім арзан емес, қымбат та емес. Бұл рынокта ең арзан бағаларды қойып қойдым. Таргетинг 15 мың теңге тұрады. Таргетингті меңгерген адам уже жарнама жасаудың барлық қыр-сырын біледі. Таргетингті реклама деген келеді, сол ақылы жарнама жасауды меңгеріп аласыздар. Без проблем, және оның қыр-сырын айтам. Автоворонка деп отырғанымыз, мысалы, таргетинг 15 мың теңге, автоворонка 10 мың теңге. Яғни автоворонка от и до бизнесті, от и до жүргізу, бастан аяқ стратегия. Копирайтинг дегенде 5 мың теңгеге бағаладым, мысалы, көбісі 30 мың теңгеге бұны үйретіп жатыр. Копирайтинг, яғни текст жазуды білетін адам, ол далада қалмайды. Көбісі адамның киіміне қарағанмен сөзіне қарайды. Сол сияқты сіздің де Инстаграмда копирайтингіңіз маңызды. Фотомастер, визуал қазір өте маңызды. Фотомастерді 5 мың теңге деп қойдым. Фотомастер жасау өте маңызды. Оның ішінде енді бүкіл фотоны бір-бірімен үйлестіру, картинаға текст жазу, әдемі сториске де жасау, лентаға да жасау, бұны 5 мың теңге деп бағаладым, хотя бұны 10 мың теңге деп айтуға да болады негізі. Өзім қаншама 150 мың да оқыдым, мысалы, тек қана фотоның өзіне 150 мың теңге менің нем кетті, ақшам кетті. Фото ракурс, яғни фотоға қалай түсу керек, қалай әдемі түсу керек, соның 5 мың теңгеге бағаладым. Яғни бүкіл фото ракурстарын бір-бірімен жаңағы фильтрлерін барлығын айтамын. Видеомастер бір видео жасап беріпсіз 10 мың теңге табылады, а бұл жерде 10 мың теңге үйренейін деп тұрсыз. Одан кейін бар WhatsApp, Telegram, Instagram, бүкіл 3 осы платформаның барлығын 5 мың теңге деп бағаладым. Және парақшаны жан-жақты дамыту, оның ішінде подписчик көбейту, оның ішінде лайк, комментті көбейту, оның ішінде парақшаны бүкіл жан-жақты дамытып, сатылымды арттыру деген 5 мың теңге дедім. Сонда бұл Instagram мен миллион курсын мен 60 мың теңгеге бағалап отырмын. Неге 60 мың теңге? Бұны сіз қымбат деп ойлауыңыз мүмкін, бұл ешқандай да қымбат емес. Бұл деген Ресей, Қазақстан нарығында ең төмен бағалар. Прям ең төмен бағалар. Мен вообще қымбат қылмаймын, потому что менің миссиям табыс табу емес. Көріп тұрсыздар да? 60 мың теңге. Но зато айына миллион табу. Айына миллион тапқаныңыз келсе, өміріңізді өзгерткіңіз келсе, оның қасында 60 мың теңге, ол смешная цена деп ойлаймын мен өзімше. Потому что вообще енді сіздерді қуантқым келеді. Бұны мен кәдімгі сразу түсіртсам келіп тұр, скидка жасаймын.
60 мың емес 20 мың теңге алып қоямын. Прям 20 мың теңге алып қоямын сіздер үшін. 60 мың теңге емес, бұның барлығын 20 мың теңгеге беремін сіздерге. Прям 20 мың теңгеге оқып алып, өздеріңіздің бизнестеріңізді дамытып, кәдімгі от и до нені қалай жасау керек, ішіне автоворонкада, таргетингте, копирайтингте, фотомастер, ана фото ракурстардың өзін мен 25 мың теңге сатып алдым, жаңа неден, видеограф, фотографтардан. Енді деген оның ішінде парақшаны жан-жақты дамыту, гифке қалай қатысу керек, енді бүкіл комментті да көбейтіп, бәрін 20 мың теңгеге үйретемін. Барлығы 20 мың теңге кіреді. 12 күн оқимыз, әр сабаққа, бұлай қарап отырсаңыз, әр сабаққа 2 күннен тоқталамыз. Енді 12 күн оқиыз, еще 2 ай сақталынады, соның барлығы 20 мың теңге. Соның барлығын 20 мың теңге берем. Енді қарап отырсаңыз, күніне 1500 теңге ғой. Күніне 1500 теңге бересіз, 12 күн оқисыз, зато бұл біліммен сіз мен сияқты қалаған дүниеңізді аласыз, қалаған затыңызды киесіз, қалаған үйіңізде тұрасыз. Енді 3 айда 5 миллион теңге мен үшін нормально. Ето мен жұмыстан март айында шықтым. 150 мың теңге алатын жұмыстан март айында шықтым. Марттан кейінгі жұмыс жасаған результатым осы. Бұл 20 мың теңгені сіз айтайын мен бір 2-3 күнде тауып ала аласыз бұл курстан кейін. Потому что фото жасасаңыз да, видео жасасаңыз да спокойно табыс табуға болады. Енді қуантайын сіздерді, сыйлықтар берем. Плюс міне курсты еще сізге 40 мың теңге скидка жасап отырмын, 20 мың теңге беріп отырмын. Еще плюс қазір мен до конца қараған оқырмандардың барлығына 5 мың теңге мега дизайн курсын сыйға берем. До конца кім осы сабақты қарайды, промокод айтылады. Ол кісілерге 5 мың теңгенің курсы плюс сыйға беріледі. Плюс 5 мың теңгенің тағы да, енді ол 5 мың теңгенің мега дизайн курсы барлықтарыңызға берілейін деп тұр ғой қазір, иә, кім до конца қарайды, олардың барлықтарына берем. Ал плюс контент марафон берейін деп отырмын. Мына кім инстаграммен миллион курсын 20 мың теңгеге алады, қазір не Каспий Голд айтайды, 8771-024-1810 нөмері, тек қана 50 оқырманға ғана ашам. Тез оплата жасай берсеңіздер болады. 8771-024-1810. Уже оплата жасай берсеңіздер болады, 20 мың теңгенің курсы. Ал енді сыйлық берем. Алғашқы төлем төлеген 30 оқырманға, алғашқы төлем төлеген 30 оқырманға менен 5 мың теңгенің контент марафоны тегін беріледі. Ол контент марафон жана 10 күн бойына сториске не жариялау керек, 10 күн бойына постқа не жариялау керек. Бүкіл менің жана идеялардың барлығы дайын, чек-лист кәдімгі дайын шпаргалка қылып сіздерге ауыздарыңызға мына ақпараттың барлығы беріледі, еще одан кейін тағы шайнап мен сұрыпымен тағы беріледі. Ол контент марафон 5 мың теңгені тоже сыйлыққа аласыздар. Және плюс 200 электрондық кітап аласыздар. Ол да өте керемет. И плюс тағыдан 5 мың теңге тұратын база поставщиков аласыздар. Оның ішінде оптовиктер, оның ішінде дополнительно 40 курс, оның ішінде деген масқара дүниелер бар. Осы 3 бонусты берем, мінекей қазір осы инстаграммен миллион курсын алған оқырмандарға 20 мың теңгеге берейін деп отырмын. Еще қараңыздар. Қараңыздар. Ойба, мықты скидка болып кетті мына жерде. Мінекей барлығын 60 мың теңгеге, 60 мың теңгенің білімі, 20 мың теңге скидка жасап отырмын. Еще сыйлыққа мега дизайн курсы, контент марафон, еще 200 электрондық кітаптар, еще плюс база поставщиков берейін деп отырмын оқырмандар. Тек қана 50 оқырманға уже мінекей оплата келіп жатыр қасқа. Тұра тұрыңыздар, оплата жасамай тұра тұрыңыздар. 20 мың теңгеден 2 адам төлеп тастаған. Тұра тұрыңыз, жасамай тұра тұрыңыздар. Жасамай. Мен тағы да скидка жасайын деп жатырмын. Жасамай тұра тұрыңыздар, күтсеңіздер шамалы. Ай, оқырмандар, қызықсыздар. Тағы скидка жасайын деп жатырмын. Осының барлығы 6 мың теңге оқырмандар. 6 мың теңге, осының барлығы 6 мың теңге. 60 мың теңгенің білімі, плюс еще өзім қадағалаймын, өзім жол көрсетемін, өзім барлық сұрақтарға жауап беремін. Сыйлыққа мега дизайн, контент марафон, кітаптар. Бұл кітаптардың өздері сіздерге өте үлкен мағлұмат береді. Плюс
база поставщиков, осының барлығын база поставщиковты сату арқылы күніне 10 мың теңге табыс таба аласыздар. Осының барлығы 6 мың теңге оқырмандар. 6 мың теңге. Тезірек үлгеріңіздер. 50 оқырманды ғана қабылдаймын. Бүгін 12:00-ге дейін, бірақ 50 оқырман қазір-ақ бітіп кетуі мүмкін. Уже көрдіңіздер, уведомление келіп жатыр. Каспий Голд Шырын Мәлік қызының атында, өзімнің атымда 8771 024 18 10 нөмірінде. Манағы 20 мың теңге төлеген 2 оқырман мен сіздерге қайтарып беремін. Қалған қанша теңге мен скидка жасап отырмын еще. 14 мың теңгелеріңізді қайтарып беремін. 2 адам нестеп, міне 50 ғана орын. Тезірек үлгеріңіз. Тез Каспий Голдқа Шырын Мәлік қызы 8771 024 18 10 скрин жасап алыңыздар, мен уже алып тастаймын. 8771 024 18 10 нөміріне 50 ғана орын бар. 50 ғана орын. Пікірлерді көрдіңіздер. Менде оқыған оқырмандардың уже табыстарын көрдіңіздер. Қарсы, яғни қараңыздар, менде уақытым жоқ, мен анау, мен үйрене алмаймау дегендерге барлығына мен көрсеттім мана, сіздерге. Қанша дегенмен де, міне қараңыздар. Келді уже, 2 оплата келді. 4 адам оплата жасады уже. Қазір 69 жастағы апаға дейін уже үйреніп алды, әжеге дейін деп айтайыншы мен сіздерге. 69. Так. Төлем кетіп жатыр уже. Молодцы. Назгүл ханым, Айгүл ханым, молодцы. Так, Назгүл, Айгүл дегенді көрдім. Тағы соңғы оплаталарды қарап жүрейін. 7 оплата келді. Молодцы. 7 оплата келген. Мен тек 7-8 оплата келді. Мен тек 2 ғана оқып үлгердім. Айгүл ханым, жарайсыз. Мінеке тағы да 8 оқырман. Мен мына сотовый телефон біреу ғана. Осы сотовый телефонда эфирда жүргізіп отырмын. Осы сотовый телефонда енді 9 оплата. 9 оплата. Алмагүл Айнұр 9 оплата деймін, 10 болып кетті мәнде. 10 орын. 10 орын уже алынды. Енді 40 орын бар. 40 орын бар оқырмандар. 14, курс қашан басталады? 14-і басталады. Так, 11 орын. 11 оплата болды. Курс бұйырса 14-і бастаймыз. 14-і сағат 22:00-де бастаймыз. Жаңа төлеген Айгүл Нұргүл ханым, Алмагүл Айнұр ханым, сіздер бұйырса барлықтарыңызға мен оплата төлегенде жазып кетіңіздер сразу. 8771 024 18 10 оқырмандар. 12 оплата жоқ, 13 оплата болды. 13 оплата болды. 8771 024 18 10 нөмері. Мына что-то оплатаны моментально жіберіп жатсыздар, уже қатып жатыр. Көрініп тұрмын ба? Оқырмандар, мен көрініп тұрмын ба? Естіліп жатыр ма бәрі? Естіліп жатыр ма? 15 оплата болды. Естіліп жатса болды. Болды, естіліп жатса болды. Так, қазір мен сіздерге міне 69 жасар жаңа нені көрсетіп жатыр, реквизитті көрсетіп жіберейін мен. Міне реквизитті тағы да көрсетем. Каспий Голд Шырын Мәлік қызы 8771 024 18 10 нөміріне 50 орын. Уже 50 орынның 17 орыны уже кетті. 17 орынына уже төлем жасалды. Маған өзіме уведомлениелер естіліп жатыр, сіздерге ол естілмеуі мүмкін, но қаяқтан алып жатыр деп ойлауларыңыз мүмкін. Каспий Голдқа уже түсіп жатыр. Безука қойып қойған, мен тыңқ деп істемейтін де қалды. Сондықтан өзіме естіліп мәз болып отырмын, сіздер түсінбей қалған жарсам, не істеп отыр деп. 18 орын бар уже. Мінеке 8771 024 18 10 нөмеріне. Так. 19 орын кетті. Промокодты қазір мен эфирдің соңында айтамын осы жерге.
Осындай мінекей телеграм каналда болады. 20 орын кетті. Мінекей қараңыздар. Но менің оқырманым Гүлзада ханым жасы 69-да, уже курсты мықтап тұрып меңгерді. Жасы 69-да болса да, мінекей кәдімгідей мына отзывы енді. Шын ханым, сіздің курсқа қатысқаныма қуаныштымын. Сіз сабақты керемет түсіндіріп, әр оқырманмен жеке жұмыс жасап, тапсырманы талдайсыз. Сізден өте қажетті ақпараттарды үйреніп, қыр-сырын меңгердім. Алған білімді практикада қолданамын. Сіз өте білімді, өз салаңызда мықты меңгерген ұстазсыз. Сіздей ұстаздар өте сирек. Білім таусылмайтын бұлақ, сондықтан оқып білім алуымыз керек. Менің жасым 69-да, өзім ылғи да жан-жақты дамытып отырамын. Инфобизнесте қазір жұмыс жасап жатыр. Тоқтап қалдыңыздар ғой, тездетіңіздер. 20 орын, 21 орын. Ол деген бұл уақыт қайталанып келмейді сіздерге. Маған қимаған 6000 теңгені ертең бір жерге барып ішіп тастайсыз, бірдеңе алып тастайсыз, көйлек алып тастайсыз. Ал бұл білім сіздерге өмірлік азық. Бұл инвестиция, өздеріңізге құятын 23 орын. Өздеріңізге құясыздар, бұл инвестицияны бар ғой, действительно айтайыншы, мен шығып кетті оқырмандар, бәрі оплата жасауға кеткен шығар. Өздеріңізге құйған инвестиция өздеріңізге келеді. Мына Гүлнұр ханым деген негіз на самом деле ағылшын курсын оқытады, офлайн оқытып жүрді, офлайнда табысы 300 000 теңге ғана болатын тұғым. Қазір бұл кісі миллионер, скоро шетелге кетеді бұл кісі. Кәдімгідей өмірі өзгерді бұл кісінің. 25 орын, 26 орын. Мен айтып атқанда өзіме естіліп жатырдан, вибрация ол сіздерге естілмеуі мүмкін. 27 орын. Содан біліп отыр, мен 27 орын деген қайдан біліп отыр деп ойлап тұрған шығарсыздар. Неге Каспий Голдқа уже келіп жатыр. Міне Гүлнұр ханым, мына жерде Алмагүл ханым, мінекей, өзі мұғалім, оқып алды курсты, мұғалімдерге SMM курс өткізіп жүр. Мен ешқандай да бұл айдан алып жатырған жоқпын, өтірік айтудан Құдай сақтасын. Айына 300 000 теңге действительно табыс. Кешегі эфирде бұл кісі тікелей эфирге кірді. Так, міне Жанар ханым фурнитур Home KZ парақшасына жазып сұрасаңыздар да болады. Уже 31 орын, 31 оплата. Так, енді 19 ғана оплата қалды, өздеріңіз қараңыздар енді. Жанар ханым уже миллиондап тауып жатыр, миллиондап сатып жатыр. Действительно, бұл кісі қалай парақшаны дамыту керектігін білген жоқ, қалай жарнама жасау керектігін білген жоқ, неден қалай бастарын білген жоқ. Мен бұл кісіге мықтап тұрып стратегия құрып бердім, үйренді. Акым, посуда ақтау, бұл кісіде кәдімгідей басында тіптен офлайн ғана, тіпті инстаграмда болған жоқ бұл кісінің. Қазір уже 12 000 подписчигі бар, еще деген суреттердің барлығына арнайы фотосессия жасап, сықитып тұрып дамытып жатыр, действительно. Мінекей, мына Қилым ханым, енді звондап отырмын. Міне Қилым ханым уже миллионер қазір. Бұл кісі Beverly Club, яғни неде жасайды, сетевой компанияда жасайды. Тоже қыр-сырын біліп алды. Ағылшын маманы бір курстан уже 200 000 теңге табыс тауып жатыр. Бұл кісі енді манағы ағылшын тілі курсынікі уже миллиондап тауып жатырса, бұл кісі жаңадан бастады. Қазір бір курстан 200 000 теңге минимум табады. Инфобизнес оңғар мырза арамызда отыруы мүмкін. Бір курстан минимум 70-140 000 теңге табыс тауып жатыр. Мінекей, бұл кісі фрилансер, парақшаларды жүргізеді. Айнұр ханым табысы бір курстан минимум 100 000 теңге. Солай оқырмандар, маған қимаған 6 000 теңге айдалаға кетіп қалды. 6 000 теңге деген ол қайда дым емес қой, ол деген былай қарап отырсаңыздар бар ғой. Вообще дым емес. 33 орын ғана. Уже мінекей аз қалды, 10 минуттан кейін промокодты уже айтамын. Продажа жабылады. 10 минут қана уақыттарыңыз бар оқырмандар. 10 минут орындарыңыз бар. Неге? Мынаның барлығын үйренесіздер. Қараңыздар. Таргетинг, автоворонка, копирайтинг, фотомастер, фоторакурстар, видеомастер, WhatsApp, Telegram, Instagram, парақшаны жан-жақты дамыту, подписчик көбейту, лайк, коммент жазу,
осының барлығы 60 мың теңгеден 20 мыңға еще плюс сыйлық бердім мен сіздерге. Еще қараңыздар, еще осының барлығын 6 мың теңгеге беріп отырмын. Міне 8771 024 1810 оқырмандар. 35 платеж болды. 15 қана орын қалды. 15 қана орын, 8 минут қана күтем. Міне мынау Каспий Голд номерім 8771 024 1810. Қазір бұйырса сіздерге төлем жасаған оқырмандар, сіздерге жекелеріме шығыңыздар, WhatsApp-қа маған жазыңыздар, прямой өзіме WhatsApp-қа жазыңыздар, чектеріңізді жіберіңіздер, есімдеріңізді жіберіңіздер, Instagram парақшаларыңызды жіберіңіздер. Жақсы ма? Төлем жасаған оқырмандар. Ал қатыспаймын, әзір көремін, осы қалпында жүре беремін, маған ешқандай курс керек емес, мен дамығым келмейді дейтін оқырмандар, осы отырған жерінде отыра берем деген оқырмандар, ойнап айтам құрсын. Яғни басқа қатыспаймын деген оқырмандар маған промокод, яғни былай жазасыздар маған. Так, промокодты қалай қоям қазір? Промокод маған қазір жазасыздар, сіздер контент марафон деп жазыңыздар, мен сіздерге мега дизайн курсын берем. Жоқ, олай емес. Осы мега дизайн дегенді, мега дизайн плюс 46 деген цифр жазасыздар. Мега дизайн 46 деп инстаграмма менің жазыңыздар. Инстаграм дайрекке, сол кісілердің бәріне мен мега дизайн курсын сыйға берем. Мега дизайн 46 деп жазасыздар, жазып алыңыздар. Мега дизайн 46 бұл промокод. Промокод, так, менде 37 орын, 37 оплата болды, енді 13 оплата қалды. Мега дизайн 46 ол промокод, қатыспаймын деген, жаңа осы бүкіл қалайтсам болады. Осы жерде жаңа сіздерге мен мега дизайн курсы сыйға беріледі дедім ғой, ол сыйға беріледі. Мега дизайн курсы сыйға беріледі. Маған дайрекке жазасыздар. Дайрекке мега дизайн 46 деп жазасыздар. Мен сіздерге 5000 теңге тұратын мега дизайн курсын сыйға берем. 5000 теңге тұратын. Картина жасаудың бүкіл қыр-сырын меңгересіздер сол жерде. Осы дайрекке мега дизайн 46 деп жазасыздар. Жақсы ма? Сол кісілердің барлығына мен мега дизайн курсын сыйға берем. Жазып алыңыздар, мега дизайн 46. Ал енді, так, 39 орын уже кетті, 11 орын қалды. 11 орын қалды. 11 орын, тездетіңіздер. Маған қимаған 6000 теңгеңізді ертең басқа жаққа кетіп қалады, шын айтайыншы. Күйеуім рұқсат бермейді, күйеуімнің рұқсатын алуым керек деп отырмаңыздар. Қазір егер де қазір қалталарыңызда 6000 теңге болмаса, хотя бы 3000 теңге, 2000 теңге төлеп қоя беріңіз, орын алып қоя беріңіз. Кейін маған WhatsApp-қа жазасыз, міне 4000 теңгені бүгін 12:00-ге дейін салып үлгерсеңіз болады. Хотя бы бар ақшаңызды салыңыз. Хотя бы орын алып қойыңыз. Қазір 6000 теңгеңіз жоқ болса, мен онда түсінем. Қазір 6000 теңгеңіз жоқ болса, сізде Каспий Голд жоқ болса, онда енді қазір Каспий Голдтарыңыз барлар 2000-3000 теңге төлеп, қалғанын бүгін 12:00-ге дейін төлеп тастасаңыздар болады. 2000 теңгесін қазір төлеп тастасаңыз, 4000 теңгесін бүгін түнгі 12:00-ге дейін төлесеңіз болады. 50 ғана орын оқырмандар, 13 қана орын қалды. 13 орын қалды. 6000 теңгеге үйретейін деп жатырмын осының барлығын. Так, жазып алдыңыздар да, мега дизайн 46 деп жазасыздар маған. Мега дизайн 46. Бүгінгі эфир ұнады ма? Бүгінгі эфир ұнады ма? Қаншадан өзі дейді. 60.000 теңгенің курсы 6000 теңгеге беріліп жатыр. Еще тағы да сыйлықтар бар қасында. Тездетіңіздер, менімен жұмыс жасағыларыңыз келсе, менімен нишаларыңызды тапқыларыңыз келсе, мен сіздерді күтем. 10 орын қалды. 10 орын қалды. 10 орын. Менің ақшамда голд жоқ болып тұр десе, Карина ханым, қазір менің WhatsApp-ыма жазыңызда, маған бір орын алып қойыңыз деп жаза қойыңыз.
WhatsApp номер 8771 024 1810. Барлығы жазып жатыр екен. Менде ақшаңыз болмаса, WhatsApp-қа орын алып қойыңыз, бүгін 12:00-ге дейін төлеңіздер. 8771 024 1810 нөмері, 50 орын. Осыған 6000 теңге оқырмандар, 6000 теңге. Осының барлығы 6000 теңге үйретіледі. Осының барлығы, қараңыздар. Міне. Таргетинг, автоворонка, копирайтинг, фотомастер, фоторакурс, видеомастер, WhatsApp, Telegram, Instagramды дұрыс қолдану, парақшаны жан-жақты дамыту, осының бәрі 60 000 теңге тұрады. Осыған скидка жасаймын. Сыйлыққа мега дизайн курсы, контент марафон, 200 электрондық кітап, және де франшизалар. Осының барлығы 6000 теңге оқырмандар. Осының барлығы 6000 теңге, 6000. 12 минут қалды эфирдің бітуіне. Барлығы менің инстаграмыма жазып жатыр екен, промокодты. Қазір мен шыққаннан кейін не істеймін бұйырса. Ұнады ма эфир сіздерге? Так, 7 орын қалды. 7 орын. 7 орын қалды. Кім қанша төлей алады, сала берсеңіздер болады Каспи Голдқа. 2000 теңге, 3000 теңге. Бүгін 12-ге дейін жазасыздар. Промокод Мега Дизайн 46. Мега Дизайн курсын алу үшін Мега Дизайн 46 деп жазасыздар дайректке. Так, все кетті. Так, 7 орын. Так, 5 орын қалды. 5 орын. 5 орын. 5 орын. 4 орын. 4 орын оқырмандар. 3 орын. 2 орын. 2 орын қалды. Мега дизайн 46, я. 2 орын қалды. 2 орын. 1 орын. 1 орын қалды. 1 орын қалды. Болды. Болды, төлемеңіздер. Бітті. 50 орын дедім. 50 орын дедім. Міне 50 орын. Зарядка да бітіп жатыр. Орынды да алдым. Так, Карина. Болды, төлемеңіздер. Болды, оқырмандар, төлемеңіздер енді. Болды. Орын бітті уже. Не? Манадан төлемеңіздер. Что-то жетпей қалды дейм, я? Ну ладно, 20 орын. Ну ладно, енді барлық қатсам дегендердің барлығын негізі 50 орын алам деп едім. Енді Бибігүл Молдабай 20 000. Сіз ба 20 000? Ақшаңызды қайтарып берем, қорықпаңыз. 20 000. Көрдіңіз ба? Көрісті тіптен 20 000 теңгеге салып жүргендер бар. 20 000 теңгеңізді қайтарып берем бұйырса. 6 000 теңгесін алып қалғанын қайтарып берем. Так, кімге орын керек? 12:00-ге дейін давайте бәріңізді қабылдайым. Барлығыңызды түгел қабылдайым. 12:00-ге дейін оплата төлесеңіздер болады. Міне қазір барлығым неге тақалғанда төлем жасап жатыр ғой. 12:00-ге дейін кім оплатасын төлейді, түгел қабылдайым. Толықтай қабылдайым. Сондықтан тек әр топқа, яғни қайтарып берем, Бибігүл ханым, қайтарып берем, қорықпаңыз, қайтарып беремін. Мана мен басында 20 000 теңге дедім ғой. Сонда 3 оқырман ба, 2 оқырман ба моментально төлеп тастаған ғой. Сондықтан солай. 10 минут қалды. Кімнің қандай сұрағы бар, қойсаңыздар болады. Промокодты айттым, я? Так. Тамаша. Ұнады ма эфир? Менімен жұмыс жасағыларыңыз келе ма? Онда мінекей, Каспи Голд, Шырын Мәлік қызы, 8771 024 1810. 8771 024 1810. Промокодты айттым, орынды алдым. Все равно шықпай отырғандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта менен тағы да тегін сабақтар болады. Қандай тақырыпта тегін сабақтар өткізейін, жазыңыздар. Қандай тақырыпта тегін сабақтар болсын, тағы да жазыңыздар, мен өткізем тағы да.
Алла разы болсын жаным, рахмет. Мен бұл марафонды 0307 бері жазылып күтіп жүрмін. Шынхан, жекеме шыға қойыңыз онда, жазылып қойсаңыз жекеме. Промокод қалай аламыз? Промокод берілді ғой. Мега дизайн 46. Мега дизайн 46. Диана Жүрекбаева, менің жеңгем отыр, сәлем. Так. Инстадам. Все, давайте. Барлықтарыңызға сәттілік. Бибігүл Молдабай, ол не дейді? Мега дизайн 5 теңгенің курсы. Кешке бола ма, мен үлгермей қала берем дейді. Болды. Давайте, всем пока. Всем удачи. Барлықтарыңызға сәттілік. Курстан қалып қоймаңыздар. 12:00-ге дейін оплата күтем. Төлем жасаған оқырмандар маған жекеме шығып, мен төлем жасадым, чегім міне деп номер қайтып көрсетесіз ба? Міне номер 8771 024 1810 8771 024 1810. Бәрін ұмытып, сізге аузымыз ашылып риза болып отырмыз. Рахмет. Промокод төлем жасағандар жасамай қойыңыздар. Төлем жасаған 60 оқырман жазбай қойсын. Міне 8771 024 1810. 4 минут қалыпты, 4 минуттан эфир бітеді уже. Сау болыңыздар. WhatsApp-қа жазыңыздар. Төлем жасаған оқырмандар WhatsApp-қа жазыңыздар. Таргетинг үйретіңізші тегін дейді. Жақсы. Алдағы уақытта үйретем. Сау болыңыз. Давайте, всем пока. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. 8771 024 1810. Өздеріңізден инвестиция вообще аямаңыздар. Прям инвестиция вообще аямаңыздар. Өздеріңізге салған, білімге салған ақша, ол сіздерге еселеп қайтып келеді. Ол 6000 теңге сізге 600 000 болып қайтып келеді. Действительно айтайыншы. 6000 теңге 600 000 болып теңге болып қайтып келеді. Өздеріңізді жаңа қырларыңыздан танисыздар. Жаңа қырларыңыздан. Мана көрсеттім ғой мен сіздерге. Қандай болдым до қандай болдым, после қандай. Қарапайым, халатпен отырған қыз болдым, әр нәрсеге қызығатын мысал ретінде. Қазір қалған дүниемді алам. Қалаған жеріме барам. Қалаған тамағымды ішем. Мысалға, кеше түнде кеше кешкісін маған еще сыйлық беріп жүрген ғой. Өзім не тамақ істесем болады деп ойланып отырсам, осы Ақтөбеден ифтар дегеннен маған тефтели, манты, пельмень и голубцы маған тегін беріп жүрген. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты блогер болсаңыздар, жеке брендтеріңізді қалыптастырсаңыздар, сондай тегін дүниелер сіздерге де келіп отырады. Мысал ретінде. Сондықтан сау болыңыздар. Жақсы.